Көп үшін еткен еңбек көптің көкейінде сақталады осылай. Саналы өмірі туған елдің мәдениетін марқайтсам деумен өткен еңбекқор ол 70 жылдық мерейтойына орай халықтан марапат көріп жатқанда. Шәуешек қаласында да бір мерейлі жиналыс өтіп, тағы да бір жазушы еңбегіне құрмет жасалынып еді. Көркем сөзге тұшымды да сүйекті шығармаларымен үлестер қосып келе жатқан өнімді жазушы, баспагер Мәулітқан Әбілғазыұлының «Тал түс, Кәсімбай» деп аталатын романдарының тұсаукесері өтіп, шығармашылық адамдары жиылып, мәре-сәре боп жатқантын бұл жерде де бұл күні. 28 мамыр Шәуешек қаласында тоғысқан зиялы қауым тағы бір қаламгерінің еңбек жемісіне куә болды. Шинжаң жазушылар қоғамы, Шұғыла журналы, Тарбағатай аймақтық әдебиет көркемөнершілер бірлестігі, Тарбағатай журналы селбесе отырып өткізген бұл шара ақын, жазушы, өнер танушы Мәулітқан Әбілғазыұлының «Тал түс, Кәсімбай» қатарлы романдарының таратылу салты және еңбектерін бағамдау ғылыми талқы жиналысы еді. Жиналысты Тарбағатай аймақтық әдебиет көркемөнершілер бірлестігінің төрағасы Елубай Әбілқасымұлы басқарып ашты. Тарбағатай журналының бас редакторы, ақын, аудармашы Мәдениет Мұқатайұлы Мәулітқан Әбілғазыұлының өмір баянын, еңбектерін таныстырып өткесін, ары қарай жазушы Жұмабай Біләлұлы, ақын Жамалқан Қарабатырқызы ыстық ықыласты лебіздер білдірді. Кітап тарату салтында сыншы баспагер Серік Қауымбайұлы, ақын аға редактор Тәпей Қайысқанұлы, ақын адвокат Бөлеш Қалиұлы, ақын Тілеуқан Затыбайұлы, сыншы Сағатжан Мәлгәждарұлы қатарлы қаламгерлер Мәулітқан Әбілғазыұлының еңбектері, әдебиетімізге қосқан үлестері хақында құнды ғылыми танымдық көзқарастарын ортаға салды. Мәулітқан Әбілғазыұлының басты ерекшелігі оның ешқандай изім мен қағида жол тұрғысынан емес, өзінің дара тұлғасынан, өзінің ұлттық дәстүрлік қағидасы бойынша әрбір уақиғаны, әрбір тіпті сөйлемді, әрбір сөзге дейін саралап жеткізгендігінде. Мен оның бір шығармасын «Төрт құбыла» деген шығармасын оқып шығып, осындағы бір нәрсесін ойладым. Мәулітқан бұл жерде 3-4 түрлі стильде айпара қылып жазған. Мәселен, модернизм стилімен жазған бір әңгімесін, ал енді бір әңгімесін натурализм бойынша жазған, енді бір әңгімесін символизм бойынша жазған, енді біреуін өзіміз реализм бойынша жазған. Енді Мәулітқандағы басты ерекшелік не десек, ол өзі дара жасайтын, басқа изім мен қағидаға көп бойсына бермейтін, қазақи өзі ақыл жүйе бойынша жазып келтірді. Бұл бірінші ерекшелігі. Егер Мәулітқанда тағы бір ерекшелік бар десек, оның сөздерді саралап, дәл нағыз өзін ғана қолданатындығы, сөздерді басартып жібермейтіндігі. Оның осы Мәулітқан шығармаларының ішіндегі, мәселен, сөздерді, сөйлемдерді екі міндетпен құру деген қағида бар. Бұл жай қаламгердің қолынан келмейді дегенде. Мәселен, сөйлемнің өзі қасиеті бойынша келеді ғой, оның ішкі мағынасы бар. Сол ішкі мағынаны да шығара алатын қасиетке ие. Бұл Мәулітқан тағы бір ерекшелігі. Жалпы алғанда Мәулітқан әдебиеті біздің қазақ әдебиетіндегі өз алдына дара, өз стилі бар, өзінің қағидасы бар, тәртібі бар, ақыл есі бар, сөзден, сөйлемнен жібермейтін жақсы әдебиет деуге болады. Мәулітқан Әбілғазыұлы қаламгерлік сапарында көп қырлылығымен көзге түсті. Әрі халық қажеті үшін әдебиет пен көркемөнердің бірнеше саласына есе қосты. Қазақтың юморлы, лирикалы сезімге бай көркем тіліне мейлінше жеттік жазушы Адасқақ, Тал түс, Кәсімбай қатарлы 3 романын, Гүлжаз, Адамдар, Нарқоспақ, Су ішер қатарлы 6 повест, 30-дай әңгімелерін көркем әдебиетіміздің көшіне қосты. 40 неше жылдан бері Мәулітқанмен бірге өсіп, бір орында бірге істеп, қаламдас болып келемін. Сондықтан мұның шығармашылық, жасампаздық өміріне мен куәнің бірі болып табыламын, және оны қанық білемін. Мәулітқанның өнер жолы бұл шынығу жолы. Мәулітқанның әңгіме, повесттердің, романдарындағы ең басты ерекшелік мұның романтикалық көзқарасы өте басым. Және бұл негіз сатыдан келгендіктен, өмір бойы негіз саты жұмыс істегендіктен, ауданда, ауылдарда болғандықтан, халықтың ішкі өмірде болып жатқан сан түрлі құлыстарды бұл толық біледі. Және оны
реалдық тұрғыдан, романтикалық тұрғыдан әңгімесін арқау етіп кеше білді. Сол үшін Мәулітқан әңгімелері шынайы, нағыз, халықтық болғандығы үшін халық оны қызу оқиды, қызу қарсы алды. Мәулітқан сияқты жасампаз жазушылар көбейе берсін дейміз. Мәулітқан Әбілғазыұлы тарихи, фантазиялық, реалдық, драмалық тақырыптарға қатар қалам сермеп, бәрінен де тамаша нәтижесімен көзге түскен жазушы тірілу азабы, тас бетіндегі тарих, олжа қыз оқиғасы, атадан қалған Ақжон, ауыл комедиясы, қар теңізі, ағаш қасық, тозған шеге қатарлы әңгімелерімен повестері жүрекке жылы тиер лирикалық лебімен, қызықты оқиғасымен, юморлы тілімен, кейде терең астарымен оқырманды еліктіріп, желпіндіріп, жетелеп отыратын туындылар. Ал енді бүгісінің әсіресе прозада жеткен жетістігі, шыққан биігі өз алына деп қараймын. Өйткені бүгісінің адамдар деген повест анау 80 жылдардың бас жерінде жарияланған, әзірге дейін әсіресе біздің осы шығыс Синжаңның Құмыл өңіріндегі оқырмандардың жүрегінде әліңге шейін соны ұмытқан жоқ. Одан қара берді біз тағы да журналда бүгісінің таныдым әке, таныдым деген повестін бердік. Бұл повесті өте жақсы аңыз қозғады. Енді бүгісі өзінің даралық стилімен, әсіресе ана тілді қолдану жағындағы ерекшелігімен дараланады. Сол үшін де қалың оқырман қауымының жүрегінен ойып орын алған жазушыларымыздың бірі. Сондықтан да бүгісінің шығармалары өміршеңдік күшке толы, өлмейтін шығармалар деп қараймын. Мәулітқан Әбілғазыұлы биікшіл бикеш, үш байдың ауылы, қызмет тексеру, қызмет сұрау, ит жылы, сарымай сату қатарлы 20-ға тарта шағын күлдіргі шығармалар жазып, Шәуешектің күлкі күймесін дөңгелетті. Әдебиеттің өнімділігі оқушының мақала жазудан беріледі. Мысалы үшін мақала жазғанда оқушы байымдау мақаласы, баяндау мақаласы, әдеби шолу, тіпті комедия жазу, өлең жазуға дейін Мәулітқан осындай оқушылар жетектеп, сол 80-90 жылдардың басында, 80-90 жылдарда Мәулітқанның тәрбиелеген тіл әдебиеттен оқушылары әдебиеттен 120 нөмір қойылған. Сол кезде Мәулітқанның жазған шығармалар түрлі фасылымдарда жарияланып, біз сабақ өтуде жалпы оқытушылар осыдан ерекше пайдаланды. Мәулітқанның сан қылми мақалалары газеттерде әсіресе оқыту методикасы жөніндегі мақалалары сан газеттерде сыйлық алып жатты. Сол кезде бүтін оқу ағартудың жаңа дәуір әдебиетіне Мәулітқан үлкен оқытушыларға, жас оқытушыларға өнеге көрсетті. Біз осыдан өнеге алдық. Ақын, жазушы, өнер танушы Мәулітқан Әбілғазыұлы 1951 жылы 3 қаңтарда Толы ауданы Майлы тауында дүниеге келген. Шинжаң оқу ағарту жүйенінің әдебиет факультетін бітірген. 1974 жылдан 1993 жылға дейін Толы бірінші орта мектебінде оқытушы, ғылыми мүдірлік қызметтер атқарып, реформа жасап, есік ашу қарсаңында ұлтымыз оқу ағартуының өте-мөте тіл әдебиет пәнінің қалпына келіп, дамуына елеулі үлес қосқан. 1993 жылдан 2008 жылға дейін Тарбағатай журналының бас редакторы болып, ұлттық әдебиетіміз бен көркем өнеріміздің гүлденіп көркеюіне, рухани мәдениетіміздің алға басуына аянбай тер төкті. Адамдардың барлығы оқу арқылы әдебиетші бола алмайды, бірақ оқымаса да бола алмайды. Ең кемде кітап оқу керек. Кітапты көп оқымаған адам, өлеңді көп жаттамаған адам, ең кемде жас күнде қисаларды жаттамаған адам, былайша айтқанда ақын бола алмайды төтесінен. Төтесінен ақын болу деген жоқ. Мен жас кезімде көбінше лирикалық өлеңдер жазып кетпесем де, сатиралық қызық нәрселерге көп қызығып, әңгіме жазсам Чеховқа оқшатқым кеп, сатира жазсам тағы да сол секілді күлдіргі нәрселерге көбірек қызықтық. Ол жас кездегі сенді. Күл жазды осыл 35 жастарда жазған шығарма болатын. Ода енді бір талай аға осыны әдемі көрсетсем,
сонун кылып дүйнөдөгү эң сулуу адам кылып көрсөтүүгө тырышасың энди. Жас кезде жазгандыктан онун лирикалык леби күчтүүрөөк болду. Кичкене кызуулуу болду. Енді осы кезде оны қайта жазалым деп айта алмаймын мисалы. Онан кейін енді орта жасқа келгенде шынында да ой бітет, азаматтық лирикаға қарай ауысат, азаматтық ойлар жазуға талпынасың. Ал енді қартайғанда ғой табиғи түрде адам сол тарихи нәрселерге құштар бола бастайды, тарихқа құштар болып қаласың енді. Мәулітқан Әбілғазыұлының Тал түс, Кәсімбай романдары деректі һәм тарихилығымен құнды. Заманымыздың соңғы сал серісі күйші Кәсімбайдай ірі тұлғаның образын сол дәуір рухымен тыныстай отырып сомдаған авторға алғыстан басқа айтар жоқ. Кәсімбайды Кәсағаңды абайға салыстыруға болмайды. Бірақ жалпы өнерпаздардың психологиясы ұқсас болады. Ол да сол өнерпаз адам болған кезінде әнші, күйші, ат ойыншы, серікші, ден тәрбиеші былайша айтқанда. Жүгіру секірудің бәрін білген. Аттың үстіне төбесімен тік тұрып, аттың үстінде келе жатып, мылтық атып, шауып келе жатып. Осын сол нысанаға тигізетін адам болған. Онан кейін әнші күйші болған. Әнші күйшіліктен салдардың образын жасаған, салдардың сарқыны ғой бұл кісі. Ондай салдық істеген адамынасын ел білмейді. Ол кісінің жас күнде не болғанын білмейді. Ол бір жағы. Мен сол жас өмірін салдық өзіміздің халқымыздың сондай бір салт санасын көрсету, өнер білемін, өнердегі хикметтіктерін айту үшін осыны жаздым. Екіншіден, енді мен сол бір ғана Кәсімбайды жазайын деп ойлағам жоқ. Кәсімбайды жазу арқылы сол кездегі, анау 30-шы, 20-шы, 40-шы жылдардағы өзіміздің қазақ елінің тұрмысын, қазақ ауылдарының бір көрінісін суреттеп бергім келді. Кейінгі 30 жылдық өмірін атта қысқартып кеттік. Мәулітқан Әбілғазыұлы ән текісін жазудың да шебері болды. Әдеби шығармалардан, мақалалардан сырт, көркемөнерлік ән, күй, би тану саласында жазған мақалалары да өз алдына бір төбе. Бұдан сырт лирикалық лебескен, қызықты сюжетке құрылған очерк, музыкалы очерк, эссе, зерттеу қатарлы публистикалық мақалалардың да авторы. Бас редактор болған 15 жылында Тарбағатай журналында қатардан қалдырмай әдебиеттің ұлттық сипаты, бұқаралық сипаты, жаңашылдық және алғабасарлық сипатымен санаса отырып, сандаған жас авторларды тәрбиелеп жетілдірді. Менің ұғымымда Мәулітқан Әбілғазыұлы ағамыз ең алғашында бұл ақын, жазушылық, проза, поэзияға түстерден ілгері бұл кісі көркемөнер саласының ән, күй жанрына ден қойған адам болатын. Біз орталау мектепті оқып жүрген тұсымызда Мәулітқан аға біздің ауылмен көрші Егізкөл фермасы дейтін фермада орта мектепте оқытушы болатын. Сол кезде мектептің ойын-сауық кружокторына жетекшілік етіп, оқушыларды өнерге, әнге, күйге баулайтын, өзі де ән салатын, тамаша әнші болатын. Бұл кісі жас кезінде өте күйші кісі болатын. Күйлер шығарады өз жанынан әндер де шығарған адам бұл кісі. Енді мәселен мәдениет төңкерісінің соңғы кездерінде енді қызыл әндер көп болды. Бұл кісі оқушыларға үйрету үшін бір жағы өзінің жасампаздығын дамыту үшін көптеген әндер жазды. Біз үйренгенбіз. Жасай бер көсімін, нұрыңда өсімін, бақыты сенсің елімнің. Бала күнінде үйренген әніміз осы Мәукеңнің жасы шығарған әні болатын. Енді кейінде үлкен шығармашылықпен айланысып кетті. Енді сонда да бұл кісінің өзі жасаған күйлері бар. Мысалға бүгін осы біздің мынау концерт сахнамызда Кенере дейтін күйі орындалады оркестрде. Енді одан да басқа ұстаз жүрегі, ана деген секілді көптеген әндер, термелер жасаған. Бүгінгі концерттік сахнамызда сол кісінің жасампаздықтарына куә боламыз. Мәулітқан Әбілғазыұлының жас дәурен, арманай ән тексті. 3 ұрпақ күйшілер радио театры бәйгеден келген шығармалары. Жиналыс соңы автор жүрегінен туған күйлер мен өлеңдеріне жазылған әндерге құрылған көркем кешке ұласты.
ыстық, арман сұлу, көркем кітап көп болсын. Осымен бүгінгі хабарымыз аяқта да, тағы да кездескенше сау, саламат болыңыздар. Өмірдің шарайнасы шарапат.